Сәлем Атырау, менің атым Абай Амиров, мен IC жобасының жетекшісімін. Бүгінгі күндер тым ыстық екен, сондықтан сіздердің рұқсаттарыңызбен мен осы масканы шешейін. Дәл қазір менің әріптесім Ботагөз ханым қосылу керек. Ботагөз, қайдасың? Ал солай болса, Ботагөзге өзіміз видео қоңырау бірге соғайық. Ой, Абай, сәлем, мен тікелей эфирге қосылдым ба? Да, Ботагөз, мы в прямом эфире. Ну что, начнем? Құрметті жиналған қауым, бүгін IC Startup Battle байқауының шешуші кезеңі, яғни финал. Бүгін біз барлық жеңімпаздарымызды анықтаймыз. Уважаемые зрители, добро пожаловать на финал IC Startup Battle 2020, где мы сегодня узнаем имена победителей и грантополучателей на сумму $3000 от Британского совета и корпорации Chevron. Өткен жылы біз 200 адаммен офлайн форматта осы шараны өткізген болатынбыз. Ал бұл жылғы жиын ерекше, себебі әріптесім Абаймен бүгін әлеуметтік желі арқылы онлайн марапаттау рәсімін өткізудеміз. Және де Startup Battle байқауының қатысушыларын құттықтауға жиналып отырмыз. Ботагөз, не спеши. Хоть и в этом году мы проводим награждение нетрадиционно, но мы к нему подготовились очень тщательно. Поэтому давай нашим зрителям покажем и расскажем о нашем проекте iSeed. И вернемся в прошлое и узнаем, как же все-таки это все начиналось. iSeed – инновациялар, әлеуметтік кәсіпкерлік және білім беру. Бұл британдық кеңес пен Chevron корпорациясының өзара бірлескен жобасы. Ол 2013 жылдан бастап жыл сайын Нұр-Сұлтан, Алматы және Талдықорған қалаларында ұйымдастырылып келеді. 2017 жылдан бастап iSeed жобасы Атырауда жастарға инновациялық және интерактивті білім беру бағдарламасын ұсынатын Chevronның Атырау жастарын дамыту бастамасы аясында жүзеге асырылуда. Жобаға қоғамда жағымды өзгерістер бастауды қалайтын 12 және 29 жас аралығындағы жастар қатысады. Жоба жастардың өмірлік дағдыларын дамытып, еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 2017 жылдан бастап күні бүгінге дейін жоба аясында әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған тренингтерге 3019 адам, тәлімгерлік бағдарламаға 93 адам, бизнес-фестиваль, семинар мен хакатондарға 2363 адам қатысты. Әлеуметтік кәсіпкерліктің 50 нұсқаушы мамандары даярланды. Атыраудың 30 мектебінде әлеуметтік бизнес төңірегінде алуан іс-шаралар ұйымдастырылды. Әлеуметтік маңызы бар стартаптарды қолдау мақсатында жалпы құны 18.000 ақш долларын құрайтын 6 грант табысталды. Ал енді салтанатты жиынды ашу үшін алғы сөзді Қазақстандағы британдық кеңестің директоры Роуан Кеннеди мырзаға береміз. Предоставляем слово директору Британского совета в Казахстане, господину Роуану Кеннеди. Salem Atirau. My name is Rowan Kennedy and I'm Country Director for the British Council in Kazakhstan. And it's a great pleasure to say a few words of welcome at the start of the award ceremony for the iSeed Startup Battle 2020. iSeed forms part of Chevron and the British Council's Atirau Youth Development Initiative, which is a multi-year programme that aims to create a vibrant, sustainable, equitable and prosperous future for Atirau. iSeed is based on sharing the UK's world-leading expertise in the field of social enterprise with communities in Kazakhstan. And we've been running it in partnership with Chevron since 2013. Each year we've made a few changes, and this year obviously we've moved the programme to an online format, but at the heart of iSeed, it's always the same. It's about supporting young people in Kazakhstan to develop sustainable entrepreneurial solutions to the problems that they see around them in their communities. It's great to see so many fantastic ideas on display today. And this year, your ideas are more important than ever, because young social entrepreneurs like you have a hugely important role to play in rebuilding the economy, both here in Kazakhstan and around the world, in a way that is more equitable, more sustainable, and stronger than it was before the COVID pandemic. So thank you for your ideas. Thank you for being with us today. And on behalf of the British Council, I wish you the best of luck. Иә, бір айдан астам уақытқа созылған жобамыз бүгін міне мәресіне жетіп отыр. 15 маусымнан 26 маусым аралығында британдық кеңес Chevron корпорациясы мен Атырау облысы әкімдігі бірлескен Startup Battle әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған жобалар байқауына тіркеу өтті. Нәтижесінде 18 бен 29 жас аралығындағы атыраулықтардан 109 өтінім қабылданды.
Олардың ішінен 25 жоба іріктеліп келесі кезеңге өтті. Сол 25 қатысушымыз менторлармен бірігіп өз жобаларын жан-жақты талқылады. Әр жоба мен қатысушының артында үлкен еңбек жатыр. Олай болса, біздің финалистерімізбен танысайық. Да, Ботагос. Опытные менторы, бизнесмены в течение 3 недель делились своими знаниями и помогали участникам стартап Battle развивать их социально важные идеи и задумки. Полуфиналисты также прошли обучение в сфере продаж, IT и питчинга. В этом этапе были отобраны 10 участников с лучшими социальными предложениями. Не терпится узнать имена наших финалистов. Жайықова Айзада молекула арт-терапия орталығы жобасы. Өтебалиева Гүлден Батыр жобасы. Қожабалуан Мәди Кезек жобасы. Асқаров Наурызбек Madeline Furniture дизайн және жиһаз студиясы жобасы. Дәулетова Аяжан Дәулетова Жанар Қадам жобасы. Түсіпқали Әли Халық қолөнер алаңы жобасы. Жасталапов Жеткіншек Алтын мұра жобасы. Уазиханова Тоғжан Литтер Корп жобасы. Алхаирова Айсана Движение Жизнь сауықтыру орталығы жобасы. Исмакова Айгерім Төлешева Айгүл Ыбырайхан қызы Әсел Ниет жобасы. Әлеуметтік кәсіпкерлік елімізде енді ғана бой көтеріп келеді. Тіпті көбіміз оның не екенін де білмей жатамыз. Сондықтан әлеуметтік бизнес жайында мына қысқаша бейнероликті бірге тамашалайық. Мынандай мәселе бар. Қоқысты қалай қайта өңдеуге болады? Яғни кез келген қоқыстан жаңа материалдар, пластиктен тротуар тақтайшаларын, ал резинадан газ бен электр тоғын алуға болады. Осындай мәселені шеше алатын адам да бар. Ол қоқысты қайта өңдейтін завод салады. Тақтайшалар газ бен электр тоғын сатып ақша табады. Ондай адамдарды әлеуметтік бағыт ұстанған кәсіпкерлер деп атаймыз. Әлеуметтік бағыт ұстанған кәсіпкерлер адамдардың өмірін немесе экологияны жақсартуға бағытталған бизнес жүргізеді. Мәселен, көп ата-ана баласын ағылшын тілін оқыту қосымша курсына бергісі келеді. Бірақ бұл қосымша шығынды кез келген отбасының қалтасы көтере бермейді. Мына жігіт ағылшын тілінен сабақ береді. Бұл оның бизнесі. Табысты содан табады, бірақ ол әлеуметтік бағытты ұстанған кәсіпкер. Өйткені ол жұмыс барысында жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға ағылшын тілін тегін үйретеді. Сонымен, кәдімгі кәсіпкерлер сияқты әлеуметтік бағытты ұстанған кәсіпкерде бизнес жүргізеді. Олар да коммерциялық қызметпен айналысады, ақша табады. Бірақ жұмысының бір бөлігін әлеуметтік мәселелерді шешуге де бағыттайды. Уважаемые зрители, а теперь давайте познакомимся с членами жюри Startup Battle 2020. Именно они выбирали лучших из лучших. Эмин Әскеров Гринтал әлеуметтік шеберханасының жетекшісі және әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінің негізін қалаушы. Данияр Дүймағамбетов Орта Азиядағы британдық кеңестің маркетинг менеджері. Айзада Түсіпқалиева Атырау жастар орталығының жетекшісі. Нұрия Нұрманбетова Deloitte компаниясының өкілі. Лейла Айтмұханова Chevron корпорациясының әлеуметтік жобаларды дамыту бойынша координаторы. Камшат Ахмадуллаева Deloitte компаниясы консалтинг бөлімінің бас кеңесшісі. Құрметті көрермен, кеше тікелей эфирде әділ қазылар алқасымен қатысушылар кездескен еді. Финалистеріміз өздерінің жобаларын онлайн режимде таныстырған болатын. Сол кездесуден үзіндіні бірге тамашалайық. Буквально вчера наши финалисты презентовали свои проекты членам жюри. Давайте посмотрим, как это было. Қайырлы күн, менің аты жөнім Айзада Жайықова, менің жобамның тақырыбы молекула арт-терапия орталығы. Мы представляем вам проект НИЕТ «Товары многоразового использования». Свой проект Литтер Корп. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Өтебалиева Гүлден, менің жобам аты Батыр, ерекше арналған спорт-клуб. Я представляю проект Кезек онлайн-очереди. Именно осы тың терапиясын жетік білетін маман бар. У нас будут психологи. Ну и как в любой компании есть риск, который я предусмотрел, это продление карантина. Біздің Махамбет ауданында қазіргі таңда 1036 мүмкіндігі шектеулі жан бар. А вы уже как-то проводили опрос среди тех же банков? Планируют развиваться постепенно. Бір ауыл бастап, жұмыс бастап жасағасын, нәтиже көргендіктен мен қалған 10 ауылға осыны жасағым келіп отыр. Каждый бы хотел, чтобы их родители вели здоровый образ жизни. Салт-дәстүр атадан қалған мұра елімізді, туған өлкем Атырауда салт-дәстүрінде адамдарға танытқым келеді. Хорошая презентация, мне понравилась. Первые 2 месяца это адаптация, остальные месяцы будут проводиться мастер-классы. Сіздің жобаңыз өте керемет.
Дамы и господа, настал самый волнительный момент, и мы узнаем имена наших победителей. Но перед этим я хочу огласить правила нашего конкурса. Перед жюри стояла задача определить 3 лучших стартапа по социальному предпринимательству. Но это еще не все. У наших зрителей есть отличная возможность выбрать еще одного победителя. Как это сделать? Вы должны перейти на наш сайт и выбрать понравившийся вам проект. Иә, 4-ші жеңімпазымызды бірге анықтау бізге бүгін бұйырып тұр екен. Сондықтан онлайн дауыс беру үшін сайтымызға өтіп таңдауыңызды жасаңыз. 4-ші жеңімпаз да әлеуметтік жобаны іске асыру үшін 3000 ақш долларын құрайтын грантқа ие болады. Ал енді сөз кезегі Әділ Қазақ алқасына берілсін. Грант на $3000 получает проект «Нет». Поздравляю Исмакова Айгерим, Тулешева Айгуль и Брайхан Кызы Асель. Я верю в ваш успех. Грант получает проект под названием «Батыр». Поздравляем, Утибалиеву Гульден. Вы молодец. Арт-терапия орталығы молекула жобасын және оның авторы Айзда Жайықованы жеңісімен және 3000 ақш доллары көлеміндегі грантпен құттықтаймын. Іске сәт және табыс тілеймін. А мы еще раз поздравляем наших победителей. Желаем им успехов в реализации их проектов. А мы рады, что молодежь в Атырауской области интересуется социальным предпринимательством и активно участвует в его развитии. Иә, стартап батл байқауына қатысқан барлық жас кәсіпкерлерге рахмет. Бағдарлама ұйымдастырушылары British Council, Chevron корпорациясы, Атырау облысының әкімдігіне 1000 алғыс. Құрметті көрермендер, осы онлайн марапаттау рәсіміне қатысқандарыңызға 1000 алғыс білдіреміз. iSeed Startup Battle 2020 жеңімпаздарын тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Дорогие зрители, участники и члены жюри, мы хотим вас поблагодарить за активное участие в нашем онлайн-награждении финала Startup Battle 2020. Следите за нашими актуальными новостями на странице Instagram инициативы развития молодежи Атырау @aydi.kz. Не забывайте подписываться, делиться и отмечать нас. До скорой встречи на мероприятиях iSeed.